язык государственный, ясно? По-русски со мной разговариваю, у нас два языка национальных есть. Блядь, сен! Овца ебаная, блядь. Она приезжали, блядь. Нормальный город. Мы тебя найдем, блядь. Я позвоню куда надо. Говнище, блядь. Моя бабушка гостиницу Казахстан нам устроила. Я тебе покажу, сука. 2 күн бұрын мен автобуста келе жатқанда бір әйел айқайлап сөйледі, соған жай сөйле деген бір сөзіме По-русски со мной разговариваю, у нас два языка национальных. ол айқайлап маған балағаттап, қорқытып, Я тебе покажу, сука. телефонға видеоға түсіріп бастады. Сосын мен де телефонға түсірдім, маған айтады, говори по-русски дейді. Русский язык государственный, ясно? деп айқайлап бастады. Неге мен өз елімде қазақша сөйлей алмайды екенмін? Қазақша сөйлеп отырсам, мен орысша сөйлеу керек екенмін. Олар менен талап ету керек орысша сөйлеуді, ал мен өз тілімде құқым жоқ екен сөйлесуге. Сонда қазақ тілі мемлекеттік тіл емес па? Я мен сөйлеуге құқым жоқ па оны? Достар, осы бейнежазбаны әлеуметтік желіде барлықтарыңыз байқаған шығарсыздар. Бұл Алматы қаласында орын алған. Қазіргі таңда жәбірленуші бізге көмекке жүгініп келіп отыр. Біз тиісті арызымызды полиция басқармасына жолдадық. Сіздердің қолдауларыңыз одай қажет, себебі көп жағдайда мұндай оқиғалар жабулы қазан күйінде қалып қалады. Бізде Қазақстанда бірақ мемлекеттік тіл бар, ол қазақ тілі. Оқиға бұдан былай да орын алмас үшін сабақ болсын деген мақсатта бұл істі аяғына дейін сіздерге көрсететін боламын.